рекламамыз осылай кетеді. Мына жерде в черновике деп тұр ғой, бұл дегеніміз біз әлі рекламаны жіберген жоқпыз. Егер де осылай сохранить етіп қойсаңыз, сіз мына өзгеріске енгізе аласыз. Ол үшін міне түбіне барған кезде редактировать етсеңіз, ары қарай өзіңізге керекті мына фотоны ма, әлде описанияны ма өзгертуге болады. Дублировать етсеңіз, тағы да бір осының көшірмелері шығып кетеді, иә? Бірақ біз уже сегментке бөліп дубликат жасап алдық, сондықтан бізге артық ақпараттар керек емес. Міне мына жерде бізде реклама шыққан кезде на рассмотрение деп тұрады бірінші, сосын запланировано деп тұрады. Запланировано дегеніміз уже Facebooktың алгоритмі тексеріп жатыр деген сөз. Максимум 24 сағаттың ішінде, не болмаса минимум 1-2 сағаттың ішінде сіздің рекламаңыз на рассмотрение деп тұрады. Мына жасыл ортасы ақ болып тұр ғой, осының орнына жасыл окошко, яғни жасыл белгі шығып тұрады. Мына жерде біз $10 шығардық, не болмаса $5 шығардық қой жаңағы біріншісінде, иә? Сол сияқты тексеріп отыруға болады. Мына астындағы сызықты басу арқылы охватты, показды, результаттың барлығын қарап отыруға болады. Реклама жібергеннен кейін 4 күннің ішінде осыған кіріп, мына жерден цена за результат, сумма затраты, қанша кетті, осының барлығын қадағалап, көріп, жазып отыруға болады. Алғашқы кезде мына жердегі цена за результат көп болған жағдайда оған уайымдаудың керегі жоқ, ол 4 күннен кейін ақырындап түседі. Өзіне керекті аудитория таңдап алғаннан кейін бұл цена түсетін болады. Сумма затраты, қанша кетті, бір кликқа қанша теңге төледіңіз, солардың барлығын осы жерден көре аласыз. Мына жерде охват дегеніміз адамдардың инстаграмдағы көрген саны, показы, неше адамға көрінді бұл, сол результаты, осының барлығы мына жерде бағасы барлығы көрініп отыратын болады. Және мына бір окошко тұр ғой, мынау. Осыны басқан кезде төмен қарай мына эффективность и кликиді бассақ, CTR, CPM дегендерді көруге болады. Міне бастық, осы жерде міне былай қарай жылжытқан кезде мына CPM қанша болды, яғни цена за 1000 показов деп тұр ғой, 1000 показға, яғни бір мына жерде көрініп тұрады бағалары, солай есептеуге болады. Клики по ссылке, мына жерде CTR, мынау CRC, осылардың барлығын осы жерден көруге болады. Міне CTR, кликабельность, яғни бір адам минимум 0.01 мен 0.05 болса, яғни бағасы, онда результат жақсы деген сөз. Ал егерде одан қымбат болып кетсе, ол мына жерде біз өзгеріс енгізуіміз керек болады. Не болмаса, ақырындап 3-4 күннің ішінде бұл бағалар төмен түседі. Сол арқылы біз өз аналитикамызды жасай аламыз.